Барлықтарыңызға сәлем. Мен мастер-классыма қатысып жатқан қыздар. Мен сіздерді өз видеомда көргеніме өте қуаныштымын. Біз бүгін өте жеңіл әрі тез дайындалатын капкейктер жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды жарып саламыз. Болғаннан кейін қантты саламыз. Сосын миксермен 5-6 минут жақсылап тұрып миксерлейміз. Яғни қысқаша айтқанда осындай әппақ қоп-қою болып шығу керек. Болғаннан кейін ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Болғасын жылы сүтті құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді бізге миксер керек емес, лопаткаңызды дайындай беріңіз. Енді осыған 2 шай қасық разрыхлитель саламыз да ситодан өткіземіз. Міндетті түрде ситодан өткізу керек. Болғаннан кейін ұнды да ситодан өткізіп саламыз. Егер сіз ұнды және разрыхлительді өткізбесеңіз ситодан, мұнда сізде жұмсақ әрі воздушный болып шықпайды. Сосын салып болғаннан кейін лопаткамен осылай төменнен жоғары қарай, жоғарыдан төмен қарай осылай мен сияқты араластырасыздар. Асықпай жасау керек, әйтпесе сіздің тестаңыз түсіп қалады. Міне бізде осындай консистенция шығу керек. Болғаннан кейін осы қамырды бір қасық саламыз да ортасына варенка, изюм, шоколад өз қалауыңыз бойынша қосасыз. Мен изюм қостым, 2 қасық салдым, 2 ас қасық салдым сосын. Міне осылай, потом 180 градуста қызып тұрған духовкада 35-40 минут пісіріп аламыз. Өзіңіздің духовкаңызға қарай. Болғаннан кейін осылай капкейктердің шапкасын пышақпен кесіп аламыз. Ол міндетті түрде, әйтпесе сіз қазір крем жағатын болсаңыз, сізге ыңғайсыз болады. Болғаннан кейін кремді саламыз. Сосын өзіңізге әдемі, өзіңізге ұнайтын насатканы аласыз. Сонымен қазір жасаймыз. Міне видеоға қараңыздар, тура осылай ортасынан бастап жасайсыздар. Тура осылай жасасаңыздар, сіздерде шығады. Міндетті түрде дұрыстап қарап алыңыздар. Әйтпесе сіздерде шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дұрыстап қарап отырыңыздар. Міне бізде шықты, өте әдемі болады. Бұл жерде менде кремде сливка мен сахарная пудра. Қазір бөлек видеосын саламын. Міне бізде болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдейсіз. Мен кондитерская посыпка септім. Бізде осындай болып шықты. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Және де қыздар, егер сіздерде бірдеңе дұрыс болмай қалса, міндетті түрде жазыңыздар, мен жауап беремін. Және мен не үшін сізде шықпай қалды, соның бәрін түсіндіретін боламын. Сондықтан менен қорықпай сұрай беріңіздер.